Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ауызда еритін өте жұмсақ печенье вау рецептісін сіздерге ұсынамын. Жұмсақ сары майымызға кукурузный крахмал, қант ұнтағын, сұйық май, бір жұмыртқа және 10 грамм базиликтерімізді салып, барлығын жақсылап осылай араластырып аламыз. Осындай сұйықтықта болу керек. Содан кейін екі бөліп ұнымызды саламыз. Ұнымызды барлығын бірден салып жібермеңіздер. Тестіміз дайын, осындай әдемі тесті болып шықты. Дайын болған тестімізді кондитерский мешокқа салып аламыз. Менде осындай насадка, қараңыздар, ерек насадкамен осындай әдемі жақсы форма жасап шығамыз. Менде екінші вариант осылай минутка сияқты етіп жасап шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Қызып тұрған пеште 160 градуста менде вверх-вниз функциясын қосып, менде 25 минут пісті. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға қарайсыздар. Міндетті түрде осы печенье вауды пісіріп дайындап көріңіздер. Мен әдемілік үшін сахарный пудра сеуіп қойдым. Шоколадпен де әрлеуге болады. Осы печенье барлық қонақтарыңызға, балаларыңызға, үйдегілеріңізге ұнайтынына сенімдімін. 100% дайындап мені белгілеп кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Молдагалиевна. Инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.